Бір үйдің жалғыз келінімін. 2 қайынбикем, 3 қайынсіңлім бар. 5 қыздың ортасында еркелеп өскен жалғыз ұлдың жары болдым. Біздің басымызды ата-анамыз қосты. Олар да бір-бірін етене жақсы танымайды. Ұлдарына келіншек іздеген кезде көздері біздің үйге түсіпті. Содан әкем де қарсы болмай мені беретінін айтқан ғой. Біз де үйге көпшілікпіз. Небәрі 18 жасында тұрмысқа шығып келін атандым. Әрине, келіндік міндетімді мінсіз атқардым дей алмаймын. Алғашқыда бәрі қиын болды. Күйеуіме үйренудің өзіне көп уақыт кетті. Ал оның ата-анасының, әпкелері мен қарындастарының көңілін тауып, бабын жасауда жас қызға оңай емес. Сонда да ата-анама шағым айтып барған емеспін. Ауылдың тіршілігі адамды жеп қояды ғой. Мен келін болып түскен кезде бүгінгідей киген киімің мен төсеген кілемдеріңді машина жумайды. Үйіңді шаң сорғыш тазаламайды. Ас үйінен жылы су тұрмақ салқын суды ақпайды. Жуынатын бөлме деген аты затымен жоқ. Айына бір рет көрші ауылдағы моншаға сағаттап кезек күтіп шомылып қайтатынсың. Бала күнім де, келіндік өмірім де керемет өтті дей алмаймын. Бірақ шүкіршілік, сол кездегі қиындықтарыма қарамастан, ол қызды дүниеге әкеліп, өсіріп, солардың рахатын көріп отырған жайым бар. Мен келін болып түскен кезде үлкен қайынбикемнің 5, кішісінің 3 перзенті бар еді. Әр демалыс сайын сол 8 бала біздің үйде жүреді. Оған жыл сайын менің ұл қыздарым қосылды. Сонда қабақ шытып, бала жақтырмау деген болмапты. Таңертең 2 сиырды сауып, 1 қазан сүт пісіремін. Бәріне сүтке нан турап, таңғы ас берем. Сосын түскі тамақ жасаймын. Көбі пісіп, май шығарам. Сүзбеден құрт жасаймын. Арасында бауырсақ, нан пісіруге уақыт табу керек. Күнде бір тандыр нан жамамын. Одан кешкі тамақ, кешке сауатын сиыр, оның да сүтін пісіріп, салқындатып, үйітіп, айран жасау керек. Таңнан басталған тірлігім түнгі қараңғысында осылай аяқталатын. Одан қалса түнімен кішкентайларын тосып шығамын. Күйеуіңнің де көңілін табу керек. Қанша қалжырап, түкке шамам келмей қалса да ата-енеме, әпкелерге, балаларға ашуланған емеспін. Бұл жұмыстарыма қайынсіңлілерім көмектеспеді деп айтпаймын, бірақ сабаққа баратын оларды көп әурелегім келмейтін. Жұмсауға да жүрексінетін едім. Қиын қыстау заманда өзгенің баласы деп өзегінен теппей бауырыма бастым ғой. Жаз бойы қыздардың басын тексеріп тазалығына да қарайтын едім. Қазір сол балалар бір-бір үйдің отағасы мен отанасы. Мен дегенде ішкен астарын жерге қояды. Құрметтеп, төбесіне көтеріп отырады десем артық айтпаймын. Төріне отырғызып, сыйлаған кезде мақтанып, марқайып қаламын. Қартайған кісіге мұннан артық не керек? Өз өмірімді дастан ету емес, шаңырағыма шаттық сыйлаған келіндерімнің ара қатынасы мен пейілдері туралы болмақ. Алланың берген 4 ұл, 2 қызы бар. Ұлдардың үйлендіріп, қыздарды тұрмысқа бергенбіз, бәрі де отбасылы. Әр қайсында кемі 3 баладан бар. Ұлдың бәрі қалада тұрады. Бір-бірінен қашық емес, тіпті үлкен ұлым мен 2 ұлымның үйлері жапсарлас орналасқан. Бірақ араларында Қытай қорғаны бар. Қолымызда кенже ұл қалды. Қалған екеуі де алыс емес. Бәрінің балалары бір мектепке барады. Содан-ақ үйлерінің қаншалықты жақын екенін аңғара беріңіз. Келіндерім жаман емес, өз тірліктеріне пысық, отандарына ие болып дүниесін дөңгелетіп отыр. Бір-бірінен нан сұрап жемейді. Әр қайсының өз жұмысы бар. Абысындардың ара қатынасында нашар деп айта алмаймын. Бірақ бір-бірінің үйіне шақырып тамақ бергенді білмейді. Көшеде көріп қалсаң, оларды ажыратып көр. Ауыз жаласып сөйлескен кезде уақыттың қалай өткенін аңғармайды шіркін. Бауырлардың да бір-бірінің үйіне барып жамбастанып жатқанын көрген жоқпын. Жолдасым екеуміз әр ай сайын кезек-кезек әр балаға зейнетақымыздан 1 жілік ет алып береміз.
Сол кезде ғана біреу қуырдағын, енді бірі етін асып, бәріміздің басымызды қосады. Мұны да келіндерге өзім ескертем. Бірақ бір-бірінің үйіне бірі баласын ертіп апармайды, өйткені келіндер жақтырмайды. Ал немерелерім бір-біріне бөтен сияқты. Бесіктегі баласына қарайтын адам керек болса, менің уақытымның ыңғайына қарайды. Үйге келіп қараңызшы деп қиылып тұрады. Сосын мен жүрем екі үйдің ортасын жол қылып. Демалыста немерелерім ата-әжемізді сағындық деп үйге келсе, кенже келінім тыжыранып шыға келеді. Жақтырмағанын да бала да біледі. 1-2 сағаттан соң кетуге асығып тұрады. Қона жатып аунап, қунау, ойнау деген жоқ. Үйге келген күннің өзінде де көп уақыттарында далада кетеді. Бұл кезде де жеңгелер үй жинайым, аулада ойнаңдар деп шығарып жіберетінге ұқсайды. Мұны көрген кезде жаным ауырады әрине. Бірақ қолымнан не келеді? Келіндердің басын қосып, өз өмірім туралы айтып берсем де сабақ болатын емес. Бүгінгі балалардың ертең-ақ үлкен кісі болатын, соларға күні қалатын неге түсінбейді екен? Келіндерімнің татулығында ешқандай күмәнім жоқ. Балаларым да бірін-бірі сыйлап, ағам, інім деп іш бауырына кіріп тұрады. Бірақ балаларға келгенде өте суық. Соңғы кезде ұлдарымнан да сондай салқындық сезілетін сияқты. Мұның дұрыс еместігін қанша ұрсып та, түсіндіріп те айттым, бірақ нәтиже шығатын емес. Әркімнің санасына берсін. Уақыт деген тым тез өтіп жатыр ғой. Көзді ашып жұмғанша бұл күнде өтеді. Бірақ жүректе қалған жара жазылмайды. Баланың санасында мәңгі қалады ғой. Неге соны ата-аналар түсінбейді екен?